Қойдың құйрық майының біз білмейтін қандай пайдасы бар? Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жәди Шәкенұлы құйрық майдың емдік қасиеттері мен оның қандай ауруларды емдейтінін айтты. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер каналы. Сіздерге бүгін қойдың құйрық майының пайдасы туралы айтатын боламыз. Достар, айтпас бұрын видеоның соңына дейін көріңіз. Сіз естімеген ақпаратты айтатын боламыз. Автордың еңбегін бағалап, қазақ контентті қолдап кетіңіз. Алдымен ол қазақтың көшпелі өмірін көргенін, әрі халық емшілері құйрық майды қалай пайдаланғанын айтып берді. Балалық және жігіттік шағым Қытайға қарасты Алтай тауының теріскей бетінде өтті. Қой баққан малшыларды түйенің бұйдасын жетелеген көшті көрдім. Далада киіз үй тігіп, көктеу, күзеу, жайлаудың не екенін біліп өстік. Соның арқасында құйрық майдың қалай пайдаланатынын білемін. Мысалы, 1983 жылы мен 16 жаста болдым. Осы уақытта әкем мен шешем қазақ емшілеріне баратын, сонда оларға құйрық май қосып дәрі жасап беретін. Сондай-ақ Жәди Шәкенұлы дәрінің қалай жасалатынын, оның қандай ауруларды емдейтінін түсіндірді. Дәрінің қалай жасалатынына тоқталайын. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майды араластырып әбден ертеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы темір еткі, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық май мен бөбектің денесін сылағанда бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Сонымен қатар жазушы балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтті. Құдайға шүкір 8 балам бар. Олардың тамағы ауырғанда, дәрі ішіп жөтелі басылмай қойған кезде балаларыма құйрық майды ертіп бере қоямын. Бұл майды ертудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық май ерткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Ерткен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасыған балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сарылдағаны кетеді. Сұхбат барысында Жәди Шәкенұлы бұл май туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатынын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға